Сәлем достар, мен сіздерге кешкі асқа плов дайындауды көрсетемін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең біріншіден қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды қойып, осылай етімізді саламыз. Кез келген ет түрлерін қоссаңыздар болады. Менде жылқы еті мен тауықтың төс еті. Екеуін араластырып жасап жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Жақсылап етімізді қуырып аламыз, қызартып 10-15 минут. Және пиязымызды қосамыз. Пиязымыз әбден қызарғанша қосатын боламыз, себебі пловымыз қызыл әдемі болып шығады. Және сәбізді осылай ұзынша етіп турап салатын боламыз. 5-6 сәбіздей қостым мен бұған. Жақсылап сәбізіміз піскенше, жұмсарғанша 15 минуттай қозғап қуыратын боламыз. Қуырылғаннан кейін суымызды құямыз. Мен 1 литр су құйдым, себебі 1 литр күрішке 1 литр суды есептеп, яғни 1 литрлік банкымен есептеп аламын. Осылай қайнатамыз. Дәмдеуіштерін қосамыз. Тоз, приправа және зира қоссаңыздар болады. Күріштің керемет иіс береді. Барлығын қосып қайнатқанша қуырамыз да, қайнағаннан кейін жай отта етіміз пісу үшін 40 минуттай пісіріп қоямыз. Етіміз піскеннен кейін күрішімізді жаңағы 1 литрмен өлшеп, күрішті салдым. Суы сәл тартылғанша, асты қатты отта тұрады. Кейін тартылғаннан кейін жай отта қойып, тағы да 20 минуттай пісіретін боласыздар. 20 минутта су жақсылап тартылғаннан кейін осылай істеп шығамын. Демдеп қоямын. Ары қарай тағы да 15-20 минутқа қалдырамын. Осылай күрішіміз жақсы пісу үшін. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Дәмі керемет болып шықты. Кешкі асқа жасасаңыздар болады.